Қайырлы күн баршаңызға достар. Бүгін сіздермен перизат өте дәмді болып жасалынатын рогалики тұтқан оразаларыңыз қабыл болсын. Мен ауызашарға дайын қылайын деп тез жасадым. Осылай сіздер де жасап көрулеріңізді ұсынамын. Өте дәмді болып шығады. Осылай жылы сүтімізді, таза ыдысымызға жылы сүтімізді құйып, жұмыртқамызды шағып араластырып аламыз. Шекерімізді салып, шекерді өздеріңіздің ыңғайларыңызға қарап салсаңыздар болады. Мен 4 қасық салдым. Тұзымызды салып, барлық құрамын мен описание бөлімінде қалдырамын. Сол жерден көріп, сіздер де жасап көрулеріңізді ұсынамын. Осылай майымызды құйып, ашытқымызды салып, барын араластырып, міндетті түрде ұнымызды електен өткізіп дайындап аламыз. Барлығын мен таразбен өлшеп жасадым. Осылай барлығын грамм-граммен описание бөлімінде қалдырамын. Сол жерден көріп жасасаңыздар болады сіздерде. Осылай енді қолымыздың көмегімен жақсылап қамырды жұмсақ қылып, көріп тұрғандарыңыздай жұмсақ қылып илейміз. Қамырымызды жұмсақ қылып илеп, жарты сағатқа немесе 15 минутқа қамырымызды тындырып қойдым. Ал оған дейін қамыры дайын болғанша мен жаңғағымызды жақсылап езіп алдым. Блендердің көмегімен немесе өздеріңізге қолайлы затпен де ессеңіздер болады. Осылай мен жаңғағымды сгущенкамен 2 қасық немесе 3 қасық салып араластырып алдым. Ал міне көріп тұрғандарыңыздай қамырым өте күшті болып ашыған. Осылай мен 2 бөлікке бөліп алдым. Осылай 2-ге бөліп, домалақ қылып, қазір жайып аламын. Осылай жайып алдым. Ал менің YouTube каналыма тіркелмесеңіздер тіркеліп, лайк қалдырып, қолдап кетсеңіздер болады. Комментарий жазып, мен үшін өте маңызды. Егер де тіркелмесеңіздер тіркеліп, қолдап кетулеріңізді сұраймын. Осылай бір келкетіп, топ-домалақ қылып жайып алдым. Қалың емес, әрі жұқа емес. Жайып, осылай орехімізді, жаңғағымызды 2 бөлікке бөліп аламыз. 2-үне жеткізу үшін осылай жайып, барлығын арасына тегіс етіп жағып аламын. Алда менде өте керемет рецептілермен бөлісетін боламын. Сіздердің қолдауларыңыз қажет. Осылай 4 бөлікке бөліп алдым. Осылай 4 бөлікке бөлсеңіздер, осылай үшеуден бөлінеді. Осылай барлығын бөліп алдым. Ал енді шетінен барлығын осылай жасап шығамыз. Міне, тағы бір көрсетіп жіберейін. Осылай барлығын бүркетіп орап шығамыз.
пұлымызды 15 минут немесе 10 минутқа барлығын табамызға салып бетін жауып қойсаңыздар күшті болып көтеріледі. Ал мен бір жұмыртқамызды шағып, осылай бетіне, барлығының бетіне тегістетіп жағып шықтым. 180 градусты пешімізге қыздырып, 180 градус пеште пісіріп алатын боламын. Каналыма тіркеліп, подписка бөлімін басып, қолдап кетсеңіздер болады. Ал піскен рогалики